Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгін біз тырнақ жабыстыратын боламыз. Ол тырнақ мінекей. Оның клейі. Вау, Детский клей. мынандай детский осындай тырнақ аламыз. Қазір Айзере осындай тырнақ алып келіп бер деп папасына айтқан еді. Папасы алып келді. Қазір сол тырнақты жабыстырамыз Айзереге. Сосын Айзереге Мама маған тапсырма береді, мен оларды орындауым керек. Я, мен Айзереге тапсырмалар беремін. Осы тырнақпен қалай істей алады екен, істей алмайды екен. Қой жабыстырма десек тыңдамай жатыр, енді көреміз осы тырнақты жабыстырып алып қандай тірліктер істейтін. Мен қазір тырнақты жабыстырып беріп көремін, одан кейін қандай тірліктерге айтсам екен деп ойланып отырмын. Күшті тырнақтарына. Қазір таңдап жабыстырамыз, Иә, біз тырнағымыз жабыстырып болдық. Результаты осылай болып шықты. Тырнақтың ұзын тырнақпен енді жұмыс істеу енді. Ой-бой, енді біз Айзереге тапсырма береміз. Қазір тырнағын көріп алыңыздар, қандай болып тұрғанын тырнақтарының. Серейген тырнақтармен Айзере қалай жұмыс жасайды екен, қазір көреміз. Мына қыз мына жерде отырып алып бізге мешайт етіп жатыр, беті кір-кір болып. Қазір Айзереге мен бір жұмыс тапсырамын. Өзімнің кухнямда менде посуда жуатын машинаның ішінде ыдыстар бар. Сол ыдыстарды осы тырнақпен шығарда орнына қой. Атка жоқ. Қоясың, өйткені саған жабыстырып бердім. Келіскенсің любой жұмсағанға деп. Давайте сол ойыма түсіп тұр. Не жұмсап алсам екен деп ойланып тұрмын енді. Ойланып болғанша Айзере сол нелерді, посудаларды шығара аламын екен, көреге кеттік достар. Достар, Айзере тапсырма орындауға келе жатыр. Есіктің өзін зорға ашты қазір. Есіктің өзін зорға ашты. Қазір енді мына жердегі ыдыстарды шығарып орнына қою керек. Жарайды енді, көмектесейін Айзереге. Ыдыстарды орнына шығара аламын екен, шығара алмас екен. Бүткіл ыдыстарды қоя аламын екен, қоя алмас екен. О, Айхача көмектесейін деді бізге. Сол орнына қоя берді ана жерге. Қалай болып отыр Айзере, оңай ма екен, қиын ба екен? Сәл қиын екен. Ұстау қиын ба? Иә, қиын. Қадишаны бутылканы ал сен, бутылканы ал. Сырып алам ба деп. Иә, бутылканы ал енді сен. Айзере аз ғана қалды, бірақ қазір астындағылардың бәрін алу керек әлі. Қазір көреміз. Тартпаға салып қой оны, тартпаға. Қиналып кетті Айзере. Айзере әлі қасықтарды алып жатыр енді. Әлі жай-жайына қойып үлгерген жоқ ешқайсысы. Хадиша да әйтеуір көмектесіп жүр тәтесіне. Хадиша Айзереге оңай болмай жатыр енді. Ыдыстарды алу, салу. Именно астындағы. Иә, астындағы ыдыстарды алу қиын екен дейді. Айзере бүкіл ыдыстарды орнына қойып бітірді. Бірінші тапсырманы орындап тастады Айзере. Жабудың өзі қиын ба? Жабудың өзі қиын. Есік ашудың өзі қиын болып отыр Айзереге. Енді тағы бір тапсырма айтамыз. Қандай тапсырма айтсам екен Айзереге? Айзереге екінші тапсырма келдік. Екінші тапсырма мен Айзереге сурет саласын деймін осы ұзын тырнағымен бірге. Қазір көреміз қандай сурет сала алады екен. Енді суретті өзім айтсам ба деп тұрмын. Бірақ оңайлау айту керек болып тұр енді Айзереге. Айзере бұл Алудың өзі қиын ба? қаламдарын алудың өзі қиын болып жатыр екен Айзереге. Айзереге қандай сурет айтсам болады екен? Лабубудың суретін сала аласың ба? Ойбай, лабубуды сала алмайсың ба? Лабубу ойыншығың бар еді, соған қарап салсай. Лабу, апкезе лабу. Айзере лабубуын іздеп жүр әлі.
Оға дейін Хадиша бізге тақпақ айтып береді. Қандай тақпақ айтып береді? Лабубу сурет салатын. Лабубу саласың ба сен? Сәнім, лабубу салады екен біздің Қадикош. Қадикош ешкімнен қалмау керек. Әсіресе тәтесінен қалмау керек. Бүгін Қадишалар садикке барып, аю көрді. Е, Қадиша, е? Қадиша мен Айзере сол лабубуды мына жерге қойып қойыңдар да, сөйтіп соны қарап сан. Дұрыс қой, екеуіңе бір лабубуға осын қойып қоямыз да қазір. Бүт мына жерге қоямыз, осын саласыңдар екеуің. Міне лабубудың түрі мынау. Қазір осы лабубуды салу керек. Түрін қараңдар. Я, сен салшы осын, сен сал. Ал, Айзере Айзере бастады. Қадиша лабубу салады екен. Ал Айзере бастады қазір. Ойбай, кетті Айзере тырнақтармен. Қалай екен Айзере тырнақпен жұмыс жасаған? Қиын бекен. Домалағым домалақтап жатыр дейді. Ал енді өшіргіш аламай абыржып жатыр біздің Айзере қазір мына жерден ұзын тырнақ жабыстырып алып. Иә, өшірді айтса енді. Қиын екен, иә, ұзын тырнақпен жүрген. Қанша тірлік істейді екенсің, көреміз, қанша нәрсе тапсырма орындайды екенсің. Ыңғайсыз болып тұр ғой. Қадиша салсай лабубуды. Вау, Қадиша жабысты. Әні Қадиша, әні. Вау, әні сендер Қадиша сияқты бастарым жетпей. Әні. Молодец, Қадиша, күшті салады. Сәнім, әні. Әне лабубу, күшті шықты әні. Мен лабубу саламау. Ой, сен күштісің ғой. Қомады лабубу салады. Лабубудың басын. Лабубудың Айзере кірісіп кетті. О, көздерін салып атыр Айзере. Қайша екінші лабубуын салайын жатыр ма уже? Қайша Айзере кетті, суреттерді шалып бастады. Қайша папасынан көмек сұрап кетті мына жақта. Қазір көреміз лабубудың суретін қалай салады екен Айзере. Маған түріндейді. Маған дайды. Ой, бұл лабубу шаршап кетті уже. Сендер сурет салып бітем дегенше лабубу ұйықтайын деп жатыр ғой. Кірісіп кетті уже. Қазір қалай шығатынын бітіп қалған шығарсың, ә? Бітпедің бе әлі, ұзақ па? Жоқ, бітіп қалдым. О, Қадиша лабубу жасап салып қойды уже. Өшіргішін таппай қалған ғой. Өшіргішін таптық. Басталды. Өшіріп жатыр. Әлі басын әлі бітірген жоқ. Өшіріп жатыр әні. Мына жақта лабубу күтіп тұр Қадиша Айзерені. Иә, сонымен өшіре берсен. Маладесің. Қадиша да тәтесіне еріп, сурет салып, оны өшіп көріп жатыр. Иә, жарайды. Басталды, Айзере тағы өшіріп жатыр. Қадиша, Айзере бітіп жатыр уже. Денесін саламай отыр. Қандай? Маған қандай? Саған күшті. Маған қандай? Саған күшті сурет. Қандай? Лабубу деген ба? Қандай? Лабубу саласың ба? Давай болса, Айзере. Апу болса. Айзере деген отырып
Лабубудың бетін салды. Достар, қазір бағалап кетіңіздер. Қалай шығыпты? Лабубудың бері қаратып қояқта. Міне Лабубу екеуі ұқсады ма бір-біріне? Достар, баға беріп кетіңдер. Міне Айзеренің Лабубуы. Негізі ұқсайды ма Лабубуға? Ұқсайды, кішкене келетін сияқты я түрлері. Екеуі де ашулы болып тұрды Лабубуы. Лайк басып, комментарий жазып, ұқсайды ма, ұқсамайды ма, соның бәрін бізге жазып қалдырыңыздар. Так, енді мен тағы да келесі не тапсырма берсем екен деп тұрмын. Осы 3-ші тапсырмадан кейін болды. Айзереге басқа тапсырма бермеймін. Өзі тырнақпен ыңғайсыз екен, е? Иә. 3-ші тапсырма. Мына жердегі жуылған киімдерін бүктеу болып жатыр. Енді осы тырнақпен осы киімдеріңді бүктеп, полкаңа салу керексің. Негізі киім бүктеген кішкене оңай шығар. Қалай келеді тырнақпен? Қиын. Қиын ба екен? Мен қиын осы. Қиын дейді Айзере. Жалпы ұзын тырнақпен жұмыс істеген қандай екен? Қиын екен. Үлкендер болсаң қалай жүреді? Білмеймін, сол мен өзім тырнақ жабыстырмаймын. Ұзын тырнаққа қызықпайтын болғаннан кейін білмейді екем. Бірақ Айзере әйтеуір тапсырмаларды жасап, әрқайсысын орындап шықты. Суретті де жақсы салды. Посудомойкадағы ыдыстардың бәрін орын-орнына қойды. Бірақ жасады, иә. Айзере бүктеп болды. Бүктеп орнына қойды өзінің киімдерін. Тапсырмалардың бәрін әйтеуір орындады. Бүгін біз ұзын тырнақ деген жүз тырнақ болып жұмыс істеді Айзере бүгін. Негізі бұлай жақсы екен жұмыстарға үйретуге, осындай ұзын тырнақтар әкеп қойып. Достар, біз деген үш рет жұмсадым, я үш рет тапсырма бердім. Ұзын тырнақтарымен, надай ұзын тырнақтарымен Айзере жұмыс жасады. Бірақ жасай алды, я суреттерін салды, посудомойкада ыдыстарды шығарды, және кірлерді бүктеп өзінің полкасына салды. Бәрі окей, күшті жасады. Достар, лайк басамыз, комментарий жазамыз, және тіркеліңдер. Және Айзерге егер тырнағы ұзын болып жүрсесіңдер, қандай тапсырма беретін едіңдер, соны жаза кетіңдер. Сау болыңдар.